Менде бір жігіт бар, садақа беретіндер болса. Сол жігіт атын айтпай қояйын, енді 79-шы жылғы квартирада тұрады. 5-ші баласын әйел туған кезде әйелін машинаға қайтыс болып кеткен. Сосын соның алдында ғана әке-шешесі Қытайдан 5 миллион теңге счетына салған Каспийге. Хотя бір времянка болса да алшы, сол жақтан қаңғырмай деп. Сөйтіп ана әйелінің похоронында жүрген телефон көрген жерге тастап кеткен, біреу 5 миллион өзінің атына аударып алып қашып кетіпті. Енді 5 миллион да жоқ, әйелі де жоқ, үлкен қызы студент екен, Алматыда квартирада тұрады. Қызы 5 миллион ұрлап кеткенін білмейді. Папасына күнде жазады, папа қашан үй аламыз деп. Өйткені әйел қайтыс бола салысымен 2 баласын детдомға алып кеткен, мектепте оқитын. 2 баласы яслиге кеткен. Өйткені ол өзі квартирада тұрады. Квартирада тұрмайды, өзі машина майын сатады, сол май сататын киоскада тұрады. Сол адамға бір 10 миллион жинап берсек жақсы болар еді. Алматының қасынан бір времянка алса, балалардың қасына. Ана балалар жазады папасына, мені ұрып жатыр детдомда. Ана апай мені жаңағы шарт еткізді, түнде мен басым айналды, ол кісі таяқпен ұрғаннан кейін деп. Тергеуге бердім, оны тергеп кім екенін тапқан жоқ. Біздің мемлекет құқық қорғау органдары ондай IT саласында қылмыстарды аша алмайды. Бізде ондай маман жоқ. Бұл адамға енді Алланың сынағы шығар. Бірақ деген мен шынымен материальный көмек керек болып тұр. Реально қолға ұстайтын көмек керек болып тұр.